Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге команда адам тіркеуді үйретемін. Мен өзіме быстрый ответке қойып қойғанмын. Міне осындай ссылка беріледі. Адам тіркеу үшін ссылканы басамыз. Сосын мынандай қылып сіздерге не ашылады? Анкета ашылады. Ол адамның аты жөнін, атын, фамилиясын, электронный почтасын, қаланы, телефон номерін, туған жылын бәрін жазасыздар. Кім, ер адам ба, әйел адам ба таңдайсыздар. Парольге өзіңіз создать етесіз. Осы жерде пароль деген шығып тұрған жақсы. Пароль жазасыздар. Сосын мына жерде клубный номерге, міне номер жазатын жер тұр ғой, консультанта. Введите клубный номер или мобильный телефон вашего консультанта деп тұр. Сол жерге соңғы адам кімнің артынан тіркейін деп жатыр, соны жазасыз, логинін жазасыз. Телефон номерін жазып керек емес, екеуін біреуін жазасыз, иә. Сосын согласны деп қойып, галочканы қойып, продолжить басасыз, болды. Тіркеу деген оңай, адамды осылай тіркейміз. Регистрация жасау деген осы.